қыздардың сәлемдесуі. Бұндай да бар. Қайрат Түнтеков балабақшада. Ай бала, кім тиісті саған? Кім ұрды? Қайрат. Қайрат? Ай Қайрат, бергел, еркексің ғой. Ұрдың ба? Ұрдық. Ұрдық деме, ұрдым де. Ұрдым. Амаша! Шапала! Сен өз қоймай қойдың ғой, а? Ауыз өзімдікіне айтқым келеді, соны айтам. Әттен қыздарға қол көтеру қылмайды. Баука! Баука! Табиғат ғажайыбы, екі қабат жерік қоян. Жаман корейский салат жегім келіп тұр бар ғой. Міне қызық, ауылдағы дүкенді тонау. Жат! Тонау, жат! Қарсы кітап шығар. Гүлмира колбаса 3,5 деген бар ма? Сіз піса? Алло, анашым тағы қайды екен тонайын. Барыстар командасы университет ректорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Қамарова Нағыбуду Султансиқ қызына алғыстарын айтады. Өмірлік жағдай достар, қазіргі таңда көшеде кетіп бара адам талып қалса, қасындағы адамдар ештеңе істей алмайды. Мүмкін сасып қалады, мүмкін сонда бір ерекше жағдайлар болады. Сонымен көшеде талып қалған баланың әңгімесі. Құлады, не істейміз да? Мінекей құрметті достар. Біз, жайдарманшылар, осындай сәтте от құрамал тауып құтылып кете аламыз. Тұрсай? Құрметті достар, біз жайдарманшылар мақтымыз. Бұсайды сіз. Бірақ дәрігердің керегі дұрыс қойдың сонда да, Ассалаумалейкум, Исна. Мен тағы да ма? Шөн, не болды, жеңіліп қалдың ба? Осы ойынға мықты айналып кетті. Құрметті көрермендер, 2013 жылғы маусымашарда былтырғы жоғары лига чемпиондары экспресс құрама командасы Есенағаға Абай жолы кітабын беріп, осыны биылғы чемпион болған командаға берерсіз деген болатын. Бізде ондай кітап жоқ. Нема Есенаға бізде кәсет бар. Джекчан кинолары. Ардақ Назаровтың төбелестері. Том и Джерридің мультфильмі. Титаникті әкелген жоқпыз. Сары торы жігіт, сен көзіңді ашып ұйықтай аласың ба? Аға, ол ұйықтап жатыр. Ғажайыптар маусымы. Сенің атың кім? Аблайхан. Бетіңгір деш? Бетіңгір. Бір. Бір деш? Бір. Бетіңгір. Кешіріңіз. Менше. Не? Менше. Сенің атың кім? Рүстем. Аңырақай шайқасында жоңғарлардың қашқан білесің ба? Иә. Сен не қалып қалдың ба не? БДБ, сенің атың кім? Аманжан. Ішің пісті ма? Иә. Араластырып астын баспай. Кәдімгідей билет сағансың ғой. Оян, оян! Үшінші жаңалық. Қазақтың ғалымдары Қазақстан футбол құрамасына ұтылмау үшін тосын сый жасап, осындай алаң шығарды. Төртінші жаңалық. Чарльз Дарвин зерттегендей, адамдар маймылдан жаратылған. Қазіргі адамдарды көріп, маймылдар қай жерден қателік кетті деп уайымдап жүр екен. Үшінші жаңалық, шоу-бизнес жаңалықтары. Ауылға
Перис Хилтонның суреті келгелі ауылдағы 83-тегі Айгүл қызық емес болып қалды. 5-ші жаңалық хабарландыру. Москвич автокөлігін сатамыз. Бірақ сатқан кезде жанындағы айнасын алып қаламыз. Сақал қыруға өзімізге керек. Қыпша белді олжас бала қайымайтыс болар мекен жайлайтыс. Дәулетчан болар мекен қайымайтыс. Екеуміз айтсақ болады майлы айтыс. Атырауда балық көп дейтұра әлі күнге жеп көрмеппіз икра. Икра деген жондосау уылдырық, қазақшасын білмесең бізден сұра. Кеше ауылда әкім есеп берді дейді. Кім бар? Біздің жаңа кім ба? Мен бардым ғой. Қой, не дейді? Мә, әкім күлкіден өлтірді. Қой. Өзінің түймедей нәрселерін бар ғой, өзінің кішкентай жұмыстарын ауыз толтырып айтып отыр ғой. Қалай? Балдарға қозыл толып бердік, мектепке аурухана толып беріп отырдық қой. Менде мынандай тақырып бар. Мағынасы жоқ тылсым ән. Ол қандай ән? Танза кудуро, 12 бланча, остра мелендра, микоса флама. Сол ма? Менде мындай тақырып бар. Қандай? Түсініксіз адам билететін ән. Ол қандай ән? Онекасана мини таката, фустралала ми таката, фусана мени таката, остралени таката. Така, бро. Күштеген. Жігіттер, мен жұлдыздар отбасынан бір мақал оқыдым. Қандай? Ғаламторда бір тылсым би пайда болыпты. Ол қандай би? Бұны іше ма, бетке жаға ма? Ішетті. Ішет дейм. Мә, іш бірінші. Не болып кетті? Кәс, іш. Сұйықтық әсер етіп жатыр. Кәс, келем. Нау әсер етпей жатыр ғой маған. Сен көбі үлкенсің ғой. Көп іші көрек па? Әсер етпейді нау. Мен өзім істей берейін. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Айттым ғой мен үй жағым. Уайымдамаңдар, мен білем, уайымдамаңдар. Аға, мумия бар ма? Мен мумиямен сөйлесем. Сонда біздің еліміз болашақта робот өндіре ма? Жоқ, бізде темір өндіреді. Оны Қытайлар сатып алып, робот жасап, бізге екесеге сатады. Әйтеуір бір нәрсе баяғыдай.